халқының мұңын жырлап, адам бойындағы игі қасиеттерді қастерлеп, өлеңдердің өзегі ету Шәкәрім шығармаларының басты мұрасы. Дүниеге еркін ойы бар іскер, өмірге бейім, сонымен бірге тұла бойына адамгершілік қасиетті сіңірген адам ертеңгі күннің негізі болады. Адам бойындағы ең ізгі қасиет адамгершілікті өз шығармаларының туы өзекті мәселе етіп қояды. Адами қасиеттердің түп қазығы ол адалдық пен ақ ниетке әкеліп тірейді. Адамның жан тазалығы, руханилығы болмыс кейпінің тартымдылығына әкелетіндігін дәлелдейді. Ақын поэзиясының көркемдік дәрежесін арттыратын әдемілік, нәзіктік пен ізгілік, зұлымдық пен әділетсіздіктер қатар түзіп, салыстырылып, осылардың толық бейнесін ашу мақсатында ақыл шеберлігі мен дүниетаным кеңістігі айқын көрініс береді. Адамның жақсы өмір сүруіне үш сапа негіз бола алады. Бұлар барлығынан басым болатын: адал еңбек, мінсіз ақыл, таза жүрек. Бұл сапалар адамды дүниеге келген күннен бастап тәрбиелейді, деп Шәкәрім Құдайберді ұлы келешек ұрпаққа асыл арманын аман етіп тура жол нұсқайды. Адамдық борышың. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл, ақ жолдан айнымай, әр сақта оны біл. Талаптан да білім мен өнер үйрен, білімсіз, өнерсіз боласың ақыл тұл. Мақтанға салынба, мансаптың тағы үшін, нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін. Өміріңді сарп қыл, өлгеніңше, жоба тап, жол көрсет, келешек қам үшін.